Қайырлы күн достар. Баршаға сәлем. Күні ертең сізді керемет бір жағымды жаңалық күтіп тұр. Ал 2 күннен кейін сіздің бастығыңыз орнынан кетуі мүмкін. Демек сізге көтерілу үшін тамаша мүмкіндік бар. Ал аптаның соңына қарай сіз сүйіктіңізбен ұрысып қалуыңыз мүмкін. Бұл жұлдызнамадағы суқұйғыш жандарға арналған ертеңгі күннің шамамен болжамы осындай. Біздің бағдарламаның болған түк-қасы жоқ, сонымен эфирде суқұйғыш жобасы. Оның жүргізушілері әріптесім Тағайын Нұралиев және де мен Руслан Қанатбекұлы. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің кезекті қонағымыз дайын. Ендеше таныс болыңыздар. Жайдарманның республикалық жоғарғы лига және премьер-лига ойындарының қатысушысы, Шымкент қаласының намысын қорғап жүрген Шымкент жастар құрамасы Жайдарман тобының керемет ойыншысы Ғалым Сыдықов. Қош келдің, Ғалым. Қош көрдік. Біздің ойынның шарты бойынша екі жүргізушінің біреуін өзіңе қарсылас ретінде таңдап аласың. Не ойнайды жарым шамамен? Қайсысыңызда? Енді сен таңдасам, Тағай ренжейді. Тағай таңдасам, сен ренжейсің. Сондықтан әділ болсын деп Сулифа ойнайын келеді. Ал кетті Сулифа. Бір, Сулифа. Тағай кетті. Ғалым, қош келдің. Қош көрдік. Жалпы көңілге қалай? Көңіл-күй негізі онша емес еді, жаңа жұмыстан шыққан кезде ше. Кейін мынандай декорацияны көріп, көңіл-күйім көрдім. Тоқтай тұр, декорация деген сөзді қолдануға болмайды. Бұл бағдарламада орысша қолдануға болмайды. Қазақ тіліне өтеді. Егер де кім екеуінде орысша сөйлейтін болса, мына ыдыстағы су үстеріңе құйылады. Келесіз қой? Ал онда жайлап қиындап қарады. ойынды бастайық. Енді Ғалым ойынның шартын өте жақсы білесің. Қай картадан? Қонақтамасаңыз қай картаны таңдаймыз? Қай карта болғанда? Нешінші ма? Нешінші карта? Енді барлық нәрсенің басы болады ғой. Бірден бастай берейік. Кеттік та. 1, 2, 3. Неше емес? Тең. Тең болған жағдайда. Мен сәл қалдым, мен ойлаппын, екі теңбе сен түсінікті. Тоқта, мынаның қазақшасы не? Картаның аудармасы жоқ қой бұның. Осыны алып тен. Ал кеттік, тең болғанда? Тең болды, енді бізде қосымша бір тосын сый болады. Қандай тосын сый? Тосын сый, егер тең болған жағдайда алсаңыз болады. Астында 1 литрлік су. Мінекей, мына ыдыстағы суды көрдің. Енді келесі картаны ашамыз. Келесі картада кім жеңімпаз болған жағдайда мына ыдыстағы суды Тоқта. Біреуін ба, екеуін ба? Біреуін. Біреуін ба? Иә. 1, 2, 3. Болмады мынау. Мынау өтіріксің деді. 9 енді жаңағы Біреу ғой, ә? Иә, біреу. Уайымдама. Ай, рахат. Аларда Ойнамасақ болмайды. астына қоя тұрайық. Енді жаңа өзің сөзіңді айтып кеттің. Картаға ешқандай өзгеріс енгізбейміз, тек біріншісі қолдана береді деп. Ендеше біріншіге көшеміз. Кеттік. 1, 2, 3. Yes! Естіге бола ма? Yes, ағылшынша сен орысша деп айтқансың. Жоқ, орысша, ағылшынша. Енді орысша, тек қана орысша болды ғой. Мақұл құйсаң құясашы. Негізі орысша сөзді қосқан көмек көп тиіп тұр. Мен құям ғой, ә? Ал, келді. Мына, Тағайдың да шомылатын кезегі келді. Тағай тек қазақша сөйлеп отыр. Әйне. Мынаны астына бүйтіп қоя берейін, Иә, қоя бер. Ал, жалғастырайық. Жалғастырамыз. Енді Ғалым білесің, егерде бүгінгі ойында жеңіліс табатын болсаң, жеңген адам, жеңілген адамға бір шелек су құятын болады. Әлі қызықтың бәрі алда. Қызықтың көкесі алда дейсің ғой. Көкесі. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің дейді. Енді қуырдақ беріп жатқан жоқпыз, ренжіме. Кеттік пе? 1, 2, 3. Үшке екі. Бірақ Мамау. Анасың болады.
Өз-өзіне орға жатырмын мен кәдімгідей. Анашым шалқып жүрсең. Ай, мына желдің де тоқтамай. Енді орысша басқа тілден енген сөздерге абай бол. Иә. Сөйтіп сөйлейтін болып. Тек қазақша, тек қазақ тілінде. Өш атазан сияқты. Өзіне болса өзіне жоқ, е? Мен аз сөйлеп отырмын ғой. Ой, мен тоңдым. Ал кеттік. Ашайық. Бір, екі, үш. Ес! Уйбу! Ес. Ой, мына ес деген не? Қазір ғана айтқан тұғым негізі өзге тілден енген. Тағайды қараш, бір қазақ орысша сөйлеген, басқа тілде сөйлеген жоқ. Бар, иығына құйылған шығар. Құлақ шекеден кетті деген осы шығар. Ал кет. Кет. Бір, Екі, үш. Теңде тең. Теңде тең жағдайда мынау тағы да шығады. Енді әзірше біреу ғой. Иә, келесі кім ұтылады, соның басына құйылады. Бұны маған бере сал. Бір, екі. Мынау, валет. Дәл қалды сөйлеуге. Йо! Міне, жеңімпаз деген осы болу керек. Ойбай, суларын жылқы қоймайсыңдар осы. Ай, ғалым ай. Нешінші карта? Бір. Бірден қайтпайсың ғой. Бір, екі. Біз деген жеңіліс табумен тең. Әділдік бар екен, әділдік бар екен. Жай қойыңшы, сыдыртып, денелердің бәріне сіңсін. Түріне отыра беретін ғой. Жеңіліп қалса. Енді мына бір деген жайлап мені жеңіліске келіп жатқан сияқты. Енді Есеп. үшінші карта қосамыз. Бірді екіні қоямыз, үшінші картаны ашамыз. Егер де бірінші су карта, екінші дайынсың ба? Ал. Екі. Ал, не дейміз? Сөзге кетейміз. Қалай, жақсы ма? Күшті. Күшті. Өте керемет. Мына жерде менде су аз болып қалды. Ол не болады? Не ұтып жатыр? Сен ұтып келе жатсың. Қазір ыдысыңдағы суды сен бірінші менен тауысатын болсаң, сен жеңімпаз боласың, бір шелек су. Осы орайда сұрақ қойын, естіп жатырмыз. Көп сұрақ қоймашы. Жаурап отыр. Естіп жатырмыз, жақында үйленейін деп жатыр екенсің. Сол туралы бір су болып айтып өтші. Енді әйтеуір жасымыз келгеннен кейін бәріміз үйленуіміз керек қой. Құдай қаласа, қыркүйек айында Нағыз қазақша кетіп жатыр. 26-шы қыркүйек күні дүйсенбі күнге түсіп отыр. Қазығұрт ауданында үлкен той. Көрдіңіздер, менің командаласым Шымкент жастар құрамасының белді асығыс кісілері бар арасында. 2016 жылдың қыркүйек айының 26 жұлдызында ғалымның тойына келіңіздер. Тойхананы сол кезде айтамыз. Кіру, шығу тегін. Солайша. Нешінші карта? Білмеймін, екінші картаны. Екінші картаны ашайық. Бірінші. Ай, жаурағыдай. Үлгердім. Қуаныш болған сәтте қосып қойып жатамыз кейде. Той үшін әдейі өтірік айттым мен. Нешінші картаны таңдайсыз ғалым мырза? 4. Ой. Серік ағамыздың голынан кейін кешегі. 4-ші. 1, 2. Тепе. Рамыз. 4-ші карта дедім ғой мен. Мұнан ашамыз. 4-ші. Ай, болды, тындық қой. Міне, жеңіске жеттім. Мынау корольдің арқасында. Соңғы су, соңғы бокалдар. Мойындап қойғаншы. Мойындап қойғаны. Соңын әдемі қып бітіреш шетел жұмысын. Қатысатын. Маған сатыр кеткен. Бетіме біреу ұнмен ұрғанда. Жалпан ұрған кезде сезіндің ме қалай болатын? Маған шашпа. Болды, енді шелектегі
Құрметті достар, бүгінгі ойында мен жеңдім. Жеңісімнің жемісін көрейін деп. Bir şelek su. Мынау менің атымнан екеуіңе. Су тек қана мен емес, картамды шайып кетті. Мінекей. Жалпы ойын ұнады ма? Ойын жақсы, керемет, ұнады бұл. Жаурағаның болмаса. Жаз мезгілінде, шілде айларында әсіресе. Өстіп ойын ұйымдастырып тұрған жақсы екен негізі. Қымбатты достар, осы жерден бағдарламаны аяқтайтын боламыз. Бүгінгі ойынның жеңімпазы біздің қонағымыз, досымыз Ғалым Сыдықов. Рахмет. Алда кездескенше аман сау болыңыздар. Сау! Бәрі өзгерер